Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын 15-ақ минутта қолжетімді заттармен дәруменге бай осындай салат жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізде орам жапырағымызды осылай видеода көрсетілгенде аздаған түрпішті бөліктерге бөліп барлығын турап алатын боламыз. Содан соң оның үстіне бір ас қасық тұзымызды, содан соң уксусымызды қосып, барлығын осылай қолымыздың көмегімен қаттырақ мыжғылап, содан соң оның үстінен жауып 15 минутқа тоңазытқышқа, яғни холодильникке салып қоятын боламыз. Ендігі кезекте біздер морковымызды, яғни сәбізімізді алып, осылай корейский теркадан өткізетін боламыз. Міндетті түрде осындай корейский терка болуы тиіс. Осылай барлығын біздер өткізіп шығатын боламыз. Бізге бір морков жеткілікті. Содан соң оның үстіне ұсақтап турылған сарымсақты саламыз, не болмаса сарымсақты теркадан өткізсеңіздер де болады. Ендігі кезекте біздер екі түрлі болгар бұрышын аламыз. Мен сары және де қызыл түрін алдым. Содан соң оны видеода көрсетілгенде ұсақтап турап алдым. Ендігі кезекте біздер қиярымызды турайтын боламыз. Бізге жарты қияр жеткілікті болады. Мен бұл жерде бір ғана тарелкаге шығатын салат дайындап жатырмын. Сіздер оны 2-3 тарелкаге жасайтын болсаңыздар, 2-3 есе үлкейтіп жасасаңыздар болады. Мінеки видеода көрсетілгенде қиярдың ортаңғы бөлігін алып, оны 3 бұрышты етіп турап шықтым. Содан соң оның үстіне дәмдеуіштерді, соя тұздығын қостым. Дәмдеуіштерден қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка және де тұз қостым. Ендігі кезекте оның үстіне осындай для салатов деген менде приправа бар, соны пайдаландым. Егер сіздерде ондай болмаса, пайдаланбасаңыздар да болады. Содан соң қызып тұрған шемекі майымызды біздің салатымыздың үстіне қосып барлығын араластырып аламыз. Ендігі кезекте біздің тоңазытқышта тұрған капустамызды алып, осылай видеода көрсетілгенде жақсылап барлығын сығып, қолымыздың көмегіміз согын шығарып, біздің салатымыздың үстіне қосатын боламыз. Міндетті түрде қатты етіп сығып, согын шығарып алыңыздар. Содан соң біздің салатымызды дайын болған соң, осылай барлығын араластырып, жақсылап, приправамыз барлық жағына тиетіндей етіп, жақсылап барлығын қолдың көмегімен, я болмаса вилканың көмегімен жақсылап араластырып алыңыздар. Мінеки достар, бізде осындай өте дәмді салат пайда болды. Дәруменге өте бай, қазіргі кезде жасап көрсеңіздер болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.